Сіз ерекше тұлғасыз. Ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдай иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды. Римдіктерге арналған хат, 8-ші тарау, 39-ші аят. Біз Құдайдың сүйіспеншілігін қанша уақытқа жалғасатынын білгіміз келеді. Құдай бізді әр жексенбідегі қауым алдында тап-таза, аяқ киімсіз жарқырап, немесе шаш үлгіміз ерекше болғанда сергек және белсенді болып, адамдарға қуаныш сыйлайтын кезде ғана сүйіспеншілікпен қарамайды. Тек қана жақсы жақтарымызды көргенде ғана емес. Әрине, сол кезде де мен оған ұнамды боламын. Бірақ әрбір нәрсеге жармасқан кезде, ойларым дөрекілікке толы болғанда, және менің тілім жартасты кесуге болатындай өткір болған кезде, Иса маған қалай қарайтынын білгім келеді. Сонда ол өзін қалай сезінеді? Бізді Мәсіхтің сүйіспеншілігінен айыратын нәрсе бар ма? Құдай бізге сұрақ қоймастан бұрын жауап береді. Сонымен біз оның жауабын көре аламыз. Ол аспанды жұлдызбен жандандырады. Біз оны таңдай аламыз. Ол түнді керемет табиғат үнімен толықтырады. Және біз оған сенуіміз керек. Себебі ол ешкім армандамаған нәрсені жасайды. Ол адам тәнінде болып, арамызда тұрды. Ол қолын иығымызға қойып, сіз ерекше тұлғасыз дейді. Рақымдылықтың саясында.